أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Oma. Не болды батам? Жаман түс көрдім, неде қайнады? Түсіңіз қайтыс болыпсың, мама. Түсі кетпеңші, мама. Тастап кеткен нес, ботам-ау, мені алдыңда отырмын. Шарығым сол, қорықпай мені қасында отырмын ғой. Шалым сол, ол жай ғана түс қой, бас есімді. Мама, осы уақытқа дейін айтқан тыңдамай ренжіттім. Кешірші мені. Көрген түсімнен көзім жетті. Сіз болмасаңыз, өмірдің түкте қызығы қалмайды екен. Енді не десеңіз де соны істеймін, мама. Біз қатты қиналады екенбіз. Ақылымнан айналды. Келші бері. Алуа, не болды? Не айтайын деп едің? Тыныштық па? Бүгіннен бастап мама не айтса, соны орындайық. Білемін, бұл сөзім сендерге жақпайды. Әрқайсың өз қолдарың бойынша өмір сүргің келеді. Бірақ мен үйдің үлкені ретінде бүгіннен бастап сендерге тәртіп орнатамын. Түсінбедім. Не айтып кеттің? Қазір дұрыстап түсіндірем. Үй шаруасын келісіп атқарамыз. Бүгін саған бір нәрсе болған шығар. Не болды Азия? Тірлік айтса болды, дереу қабақтарын түйіп шығасыңдар. Сен үй жина, ал сен жаңа пол жу. Азия, шаң сүріп, мен мамаға астайында үмітсем. Неге демейсіңдер? Қане тұрыңдар. Әділет, саған не болды? Неге көңілсізсің? Мұжаттан жеңіліп қалдым. Жеңілетіңді біліп, неге күресесің? Ол ағасымен күнде жаттығу жасайды екен. Олай болса жүр, біз де жаттығу жасайық. Жарығым ал сол, менің қызымда ой жеті қатты ғой. Картошка ашып отыр өз. Ботақаным сол. Жұқа қылып ашы. Байқа. Қолыңды тіліп кетпесін. Байқа қызым. Алуа, сен далаға шығып екініңді көріп кеш. Екеуі ұзаққа кетіп қалып жүрмесін, әке мен ашайын. Жарайды, мама. 7, 8, 9, 10. Балалар, ұзаққа кетіп қалмай ойнаңдар. Жөніңдер ма? Әділет кеттік, Адимани істейік. Пап, үйге келе жатсыз ба? Тез келіңізші. Үйге келіңіз, сосын айтамын десей. Жай үйге келіңізші, бірдеңе айтамын. Пап, жарайды, жақсы. Мен сендерге не дедім? Неге айтқанымды істемегенсіңдер? Азиза, дереу папаға звондап жатсың ба? Алла бізге жұмыс беріп қойды деп. Тұрыңдар болды, істеңдер тірліктеріңді. Қызым не болды, ашулысың ғой? Азизалар ғой, мен берген тірліктің бірін істемей, папаға звондап жатыр. Маған жалбыр жасамақшы да, бізде жұмыс болып жатыр деп. Оларға несін ашуланасың, қызым? Осы уақытқа дейін үйдің шаруасын мен істеп жүрмін. Олар соған үйреніп қалған. Сен алдыңда бір күнде тәртіп орнатып тастадың. Соған көндік алмай жатыр. Мама, қашан ғой жинайсыз? Болды енді бой жеттік. Сіз де келетіп отырсаңыз болды ғой, барлығын өзім жасаймыз. Келістік ботам. Олай болса, мен саған үйретем, сен сіңілдерің үйретесің. Жарай ма, қызым?
қазір тамақтарын өздерің салып жей беріңдер. Мен кішкене ұйықтап алайын, шаршап тұрмын. Иә, мама. Жарық. Димаш, аяқтарым ауырып қалды, ертеңде жаттығу жасаймыз ба? Иә, көреміз. Ең бастысы денең ауырмаса болды ғой. Нұрзат маған сен әлсізсің, түк күшің жоқ деді. Дәл солай деді ма? Онда ертеңде жаттығу жасаймыз. Жарайды, күшіде маған күші жоқты. Менің тұңғыш қызым тамақты қатырып жасайды ғой. Дәмді болыпты қызым. Қане, тамақтан алыңдар. Пап, мыналарға айтыңызшы. Бұдан былай менің айтқанымды тыңдасын. Иә қызым, сен үйдің үлкенісің, ал бұлар сенің айтқаныңды істеу керек. Естідіңдер ма? Бұдан былай менің айтқанымды тыңдайсыңдар. Мен сендерге тапсырма беріп отырамын. Ал сендер оны екі етпей орындайсыңдар. Сабақшы, үй тапсырмасын кім оқиды? Бізге ертең бақылау жұмысы бар. Мен жақсылап дайындалуым қажет. Ал менің әдебиеттен жаттауым бар. Тамақ ішіп болған соң жаттамасам болмайды. Сендер ешқайсыларың мамаға жондарың ашымайды. Бәрінен үлгеруге болады ғой. Пап, мен тамақ ішкім жоқ. Мен де ішпеймін. Қой, отырыңдар. Бірінші дастарханға бата берейік. Ал аумин. Дастарханымыздың берекесін берсін, несібемізді мол етсін. Аумин, Алла. Жай сөйлеңдер, мама ұйықтап жатыр, кішкене демалып алсын. Пап, көрдіңіз ғой әне, бұлардың ешқайсысы менің айтқанымды тыңдамайды. Уайымдамашы қызым. Ертең олардың барлығын басын қосып, жақсылап сөйлесем, түсіндірем. Бұдан былай сенің айтқанын істейтін болады. Жарай ма? Рас па, пап, сәлемдегі ең жақсы әкес. Мен сізді де маманды қатты жақсы көремін. Сізде әкем, мейірімді анам бар, мен сондай бақыттымын. Алтыным сол. Қызым, мен түк білмей ұйықтап кетіппін ғой. Не болды, тамақтарыңды іштіңдер ма? Папаң келді ма? Я, мам, сізден басқа бәріміз тамақтанып алдық. Тамағыңызды столға дайындап қойдым. Ұйқыңыз қанды ма? Қызым-ау, менің бұлай жағдайымды жасай беретін болсаң, мен әбден ерке болып кетемін ғой. Мен ондайға үйренбегем. Қой, осы демалғанымда жетеді. Сен барып сабағыңды оқы, мен тамағымды ішіп, сосын ыдысымды жуайын. Анашым, мен ыдыстарды жуып қойғам. Ақылдым сол, жарығым менің, қолғанатым сол. Қыздар, балалар, Алуа ол сендердің әпкелерің, үйдің үлкені. Сондықтан оның айтқанын орындап, оған көмектесіңдер, жарай ма? Бұрын рахат еді, бәрін мама өзі жасайтын. Тіпті азық-түлікті де өзі әкелетін еді. Қазір барлығын өзіміз жасаймыз. Тынбай кеттік қой. Осы Алуаның айтқанын тыңдаймыз деп пысық болып бара жатырмыз, байқайсыңдар ма? Сонда сен Алуаның айтқанын дұрыс деңгеп тұрмай? Жоқ, оға деген жоқ. Жай ғана пайдасы тиіп жатыр деген ғой. Білмеймін, саған пайдасы тисе тиіп жатқан шығар, ал маған керісінше зияны тиіп жатыр. Қыздар, болды, көшеде ұрыспаңдар. Адамдардан ұят болады. Кеттік үйге. Қызым, кешкі асқа не тамақ жасайын деп жатырсың? Білмеймін, мам, қыздар азық-түлік алып келсін, үйде картоп қалмапты. Жақсы. Алуа, сен былай жасаш, қазір әкеңнің жуылған шалбарын үтіктеп қойшы, таңертең үтіктелмеген шалбармен кетті. Тумам, кеше түктеп қоймаған екенмін, неге маған таңертең айта салмадыңыз? Өзі жұмысқа асығып бара жатқан соң үндемедім. О, міне біздің қыздар да кетті. Қыздар,
Әділеттің кефирін алдыңдар ма жақсы көретін? Әділеттен ішетін кефирін алдыңдар ма? Жауап берсеңдерші, сұрап тұр ғой сендерден. Жарайды қызым, айқайлама оларға. Алған екен. Иә, алдық тұр ғой, қарасай жөндеп. Сөйлеуге ерінесіңдер, иә? Алуа, сен былай жасаш, кефирді әділетке апарып берші, жаңа тамағын жөндеп ішпеді ғой. Жарайды анашым. Әділет, тоқта. Найранды ішіп ал. Жоқ, кейшен, қазір мен тоқтауға болмайды. Саған мама ішіп алсын деп ұсып жатыр. Жақсы кел. Димаш, бізге әлі неше круг жүгіру керек еді? 5 круг жүгіру керек. Әйтпесе сен Нұрзаттан тағы да жеңіліп қаласың. Кеттік онда. Қане, жүріңдер. Мен маманың туған күніне оны жақсы көретін пирогын дайындап қойдым. Бірге құттықтаймыз. Қазір оның қуанған эмоциясын көресіңдер. Болыңдар тез. Мен кімге айтып тұрмын? Болсаңдаршы тез. Ал, қызым, мені қайда бара жатырсың? Сюрприз. Осылай жүре берем ба? Иә. Байқа, бірдемеге сүрініп қалмайық. Енді қайда барамыз? Осы жерге отырыңыз мұны. Столға отырамыз. Ал, Қазір мен үштеймін, сол кезде көзіңізді ашам. жақсы. 1, 2, 3. Мә, саған. Мен үшін ба бұл? Иә, мам, бұл біздің атымыздан сізге сыйлық. Сәлемдегі ең керемет анасыз. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Туған күніңізбен. Жанымсың, бұдан рахмет. Қане, бәріміз бірге шырқайық. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күніңізбен. Неге үндемей отырсыңдар? Естерің дұрыс па өзі? Неге құттықтамай отырсыңдар маманы? Мен кімге айтып отырмын? Құттықтаңдар дедім сендерге. Қайда кеттің, Азия? Берге, орныңа отыр. Алуа, жаным, сол ашуланба, бәрі жақсы. Сенің сіңілің ғой, ештеңе етпейді. Жаным, сол. Алло. Әкешім, сіз Алуамен сөйлеспесеңіз болмайды. Шектен шығып бара жатыр. Алуа, сен әкеңді тыңда. Сен уайымдап жүр ғой. Оның үстіне ауруханада ары кетсе 5-ақ күн боласын. Мен сені үйде күтем ғой. Жарайды, анашым. Бірақ мен тек сіз үшін барам. Бірақ сіз өте беріңізші. Мені тастап кетпей, үйде күтемін деп. Әде. Әділет аға жеңілуге дайынсың ба? Оны қазір көреміз. Жарайсыңдар қыздарым. Үйді тап-таза қылып жинақ қойыпсыңдар ғой, Иә, әкешім. Алуа ғой бізге осыны беріп еткен.
Айтпақшы қыздар, сендерге жақсы жаңалығым бар. Алуа күннен күнге жақсарып келеді. Рас па? Онда ертең артынан барып келсек болатын шығар. Қатысам кеттік қой. Қыздар, сендер бармай қойсаңдар болады. Ой, пап, не үшін? Өзіңіз жақсы болғанда барасыңдар дегеніңіз қайда? Өйткені қызым, ертең өзі-ақ ауруханадан шығады. Олай болса ертең дастархан жасап, дәмді тәттілер пісіреміз. Бүгін дүкенге барып дұрыстап азық түлік әкелейікші. О, менің палуандарым келді ғой, кеп отырыңдар. Не болды айтпақшы? Нұрзатты қол күрестен жеңдіңдер ма? Иә, пап, жеңдік. Ай, жарайсың, палуан ғой, палуан. Көрдің ба, қанша күннен бері дайындалған еңбегінің жемісі. Ағасы бардың жағасы бар деген. Дінмұхаммед ініңді қасынан қалдырмай, жарай ма? Жарайсыңдар. Ертең үйге Алуа келеді. Стол жасап бәріміз жақсылап күтіп аламыз. Рас па? Сағынып кеттім ғой Алуа әпкемді. Келді. Папам машина соқтады. Жүріңдер, күтіп алайық. Пап, мамам қайда? Қызым, атаңның өмірден өткеніне 2 ай болды ғой. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.